Сәлем достар, сіздермен бүгін астрономия және технология каналы. Және достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз күн жүйесі болады. Және біз күн жүйесінің неше түрлі ақпараттарымен сіздермен бірге алмасатын боламын достар. Онда біз бастаймыз. Күн жүйесі күннен планеталардан және тартылыс күші арқылы байланысқан басқа да нысандардан тұрады. Ол Персей және Мерген тұтқаларының ортасында Орион тұтқасының орналасқан. Бұл галактика ортасында шамамен 28.000 жарық жылындай қашықтықта. Күн жүйесінің өлшемі күннен Плутон ергежейлі планетасы орбитасына дейінгі қашықтықпен саналады. Дегенмен бұл қашықтықта да әрі орналасқан кометалар бар. Бұл қашықтықтың шамамен 41 астрономиялық бірлік жерден күнге дейінгі қашықтыққа, яғни 149 миллион километрге дейін тең. Және күннің сыртындағы планеталар 8 планетадан тұрады. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн және Уран, Нептун және ішкі және сыртқы планеталар. Күн жүйесінің планеталары ішкі және сыртқы деп бөлінеді. Меркурий, Шолпан, Жер және Марс ішкі планеталар. Бұл планеталардың ықшам және бұлдыры беткейлі болуы мүмкін. Байланысты оларды кейде жерлік планеталар деп те атайды. Сыртқы планеталарға Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун жатады. Бұл планеталар көбіне сутегі және гелий газдарынан тұратын үлкен тығыздығы бар газды денелер. Күн жүйесінің жасы шамамен 4,6 миллиард жылға тең. Күн жүйесінде ең алғашқы қалыптасқан дене күн, ал планеталар, астероидтар және кометалар күн пайда болғаннан соң қалдық газдар мен шаңдар бөлшектерінен құралды. Планеталардың қозғалуы неміс математигі Йоганн Кеплер 17 ғасырда планеталардың күн айналасында сопақ пішінде жолмен қозғалып жүретін деген пікір айтты. Сонымен қатар ол планета мен күнді жалғастырып тұрған сызық бірдей уақытта аралықтарында бірдей аймақта қозғалады деді. Табиғи серіктер. Планеталардың табиғи серіктері сол планеталардың айналып жүретін үлкен денелері. Меркурий мен Шолпанда ешқандай серік жоқ. Жерде бір Марста 2 серік бар, ал сыртқы планеталар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун бірнеше серіктері бар. Галактиканың барлық басқа нысандары секілді күн жүйесінде де галактика ортасында айналып тербеледі. Толығымен бір айналым жасауға 220 миллион жыл кетеді. Басқа мүшелері астероидтар, кометалар, метеороид және планеталардың табиғи серіктері күн жүйесінің құрамы бөліктері болып табылады. Ал бұл бейне Юпитер серіктерімен бірге түскен бейне. Бүгін сіздермен күн жүйесінің тақырыбымен біраз ақпараттар алмастым достар. Және де бүгін сіздермен табиғи серіктермен және ішкі сыртқы планеталарды айтқаныма өте қуаныштымын.